Сәлем, мен атым Қымбат, және мен президент стипендиясының иегері атандым. Президент стипендиясы туралы алғаш рет естігенде өтініш беремін деп шештім. Ол үшін әрине бірқатар жетістіктердің болуы қажет. Менің ең басты жетістігім ол екінші курста, көктемгі семестрде Италиядағы Рим қаласында орналасқан Ла Сапиенца университетінде оқуым болды. Бір семестр оқыдым. Мемлекеттік гранттан бөлек шетелдегі университеттен грант ұтып, шақыру хатын алған болатынмын. Оған қоса Фридрих Эберт қорының ұйымдастыруымен бірқатар жобаларына қатыстым. Және осы университет қабырғаларында 3 жыл оқып, юбилейім 398 болды. Оған қоса барлық сабақтарым ағылшын тілінде өтетіндіктен, біздің университетке келетін шетелдік профессорлардың семинарларына қатысу қиындық тудырған жоқ. Олардың сабақтарында мен өзімді шыңдап, жаңа ақпарат алып, өзімді дамытып отырдым. Сонымен қатар Coursera қосымшасындағы курстарды да белсенді өтемін. Әрине, олардың барлығын сертификаттарын қосып жіберу керек. Егер президент стипендиясының иегері атанғыңыз келсе, онда қазірден бастап барлық іс-шараларға белсенді қатысып, мүмкіндіктерді пайдаланып, өзіңіздің кейсіңізді толтыра беріңіз.